Өтінемін, маған сіздің көмегіңіз керек. Менің қорғансыз Марнием бұл қатал әлемде жалғыз өзі қалып қойды. Кешіріңіз ханым, бірақ полицейлердің мысық іздеуге мүлдем уақыты жоқ. Сіздің жүрегіңіз соншалықты қатал ма? Сіз тону туралы хабарларды естідіңіз бе? Бұл қылмыстар өздігінен шешілмейді. Мен бұл жерден іздеу операциясын жүргізбейінше кетпеймін. Қараңдар, біздің жаққа бірнеше тоқ келе жатыр. О, жоқ. Бір минут уақыт. Бізде сізге сұрақ бар. Тұрыңыз, мырза. Сіз жақын жерден әтеш көрген жоқсыз ба? Аппарық және өзінің кішкентай қанаттарымен өтірік ақылды болғанды жақсы көреді, бірақ шындадым білмейді. О, мен сіздердің кім туралы айтып жатқандарыңызды білемін. Ой, білмеймін. Мүлде білмеймін. Егер де оны көрсеңіздер айтып жібересіздер. Біз оны ерте я кеш болсын тауып алатынымызды айтыңыздар. Кетті қыздар, ол бұл жерде жоқ. Кеткендеріңізге рахмет, сәттілік ханымдар. Альберт, шыға бер, олар бір жерден кетіп қалды. Менің ойымша, бұл суреттер соңғырлық кезінде ұрланған. Ух ты! Және бұл мамбу таппаған жетіспейтін заттардың бір бөлігі. Арнайы агент Марни Саншай қылмысты ашу алдында тұр. Жаңадан бастағандардың жолы болды. Тыңдаңдар, бұл бізді атқан ақмақ емес пе? Я, бұл сол. Ол Элвиске қатты ашулы болды. Сенің оның күзетші екеніңді түсіндім. Бірақ сен ұрыларды тоқтата алмадың. Сондықтан қожайын сені қорқақ тұмсық деп атады. Болсын ба, Элвис? Бұл тек екеуміздің арамызда айтуы керек еді. Ең басты осы екі нәрсе, біріншісі адалдық. Біз қашаннан бері дос болып қалдық. Екіншісі сенімділік. Ұрысқандарың жетер. Ұрылар бізді тауып алмайынша, біз бұларды полицияға өзіміз апаруымыз қажет. Жарайды, мен сендерді сонда апарамын. Бірақ менің бір шартым бар. Одан кейін біздің жолдарымыз бұлай бөлінеді.